Махаббат деген қасиетті күш. Дүниеде махаббат болмаса, адам баласы қуаныш пен қайғының, бақыт пен бақытсыздықтың не екенін білмей өтер еді. Басты кейіпкерлерінің махаббаттарын Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлудай бұл екеуі де шын ғашық еді. Жан қиярлық ғашық еді. Тек бұлардың махаббаты өзінің мәңгілік қуанышымен, бұлтсыз ашық шаттығымен артық еді деп суреттеген Ілияс Есенберлиннің «Махаббат мейрамы» романы бойынша буктрейлер. Кейде адам баласының тағдыры айтса сенгісіз, жағымсыз тосын сыйларға толы болатыны бар. Екі ғашық арасындағы риясыз сезімді дәріптейтін бұл романдағы оқиға желісі де о бастан шиеленіскен оқиғалармен басталады. Басты кейіпкер Еркебұланның анасы, ақын Асығаттың адал жары, қырқызы Қырмызыға 9-шы сыныптан бері өлердей ғашық Сотқар Қаражанның өшпенділіктен туындаған қисынсыз қадамы қаншама адамның тағдырын талқан етеді. Жас қыз бен жігіттің арасындағы бұл өшпенділіктің өршу себебі де баяндалады шығармада. Тек әрине себеп деуге келсе, оны өзіңіз оқып, пайымдап көріңіз оқырман. Не істемек керек? Қандай күнәға бармақ? Қырмызыны өлтіріп, баласын тартып әкетпесе, ол тірідей бөбегін берер ме? Ал Қырмызыны өлтірер болса, кішкентай нәресте оған неге керек? Қаражан бір сәт алдында отырған өзінің асыранды баласына ашулана қарады, делінеді шығармада. Десе де Қаражан дегеніне жетті. Асығат пен Қырмызының қызғалдақтай қыздары сәби Жұлдызды ұрлап әкетеді. Ал өзінің асыранды баласы Еркебұлан Қырмызының жанынан табылады. Қайғыдан қан жұтқан Қырмызының тағдыр тәлкегіне көнуі, бұл қара бұлттың үйірілуіне Қаражанның қатысы бар екендігін біліп білмеуі әрине романда баяндалады. Уақыт зырғып, жылдар жылжып, Асығат пен Қырмызының туғаны болмаса да өз баласындай мәпелеген Еркебұлан ер жетеді. Жұлдыз қызда Қаражанның қолында ма жоқ әлде басқа екенің тәрбиесінде ме, әйтеуір әп-әсем боп бой жетеді. Бірде Еркебұлан Алматының төрінде студент шақтарында Аққұба, Қырмұрын, Ботагөз, Оймақ ауыз сұлуды кездестіреді. Екі жас бір-біріне ғашық болады. Ал ол сұлу кім десеңіз, Асығат пен Қырмызының сәби кезінде жоғалтқан қыздары Жұлдыз болатын. Сүйген жігітінің анасы Қырмызы өзінен сәби күнінде көз жазып қалған анасы екендігін білген Жұлдыз ұят пен қайғыға шыдай алмай үн-түнсіз Алматыдан кетіп қалады. Ұзаққа бармаған ғашықтардың қуанышы осы тұста шорт кесіледі. Романда қос ғашықтың махаббат хикаясы ғана емес, отбасылық жағдайлар, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, адал достық пен уақытша достықтың жай-күйі де суреттеледі. Әсіресе кішкентайынан бірге өскен Қайназар мен Еркебұланның достығы. Махаббат дертіне шалдыққан, сезім сергелдеңіне түскен досына дәрігерлер депрессияның ауыр түрі деп диагноз қойғанда, Қайназар қаймықты деп ойлайсыз ба? Оның Еркебұланға ләм-мим деместен кетіп қалған Жұлдызды бейіскеге іздеп баруы досына жаны ашығаннан ба, әлде оның да Жұлдызға деген сезімі жетелеп бара ма? Жазушының Жұлдыздың жай-күйін әр сөз сайын дауысы қуанышқа бөленіп, қуана айғайлап жібереді деп суреттеуіне не себеп? Еркебұлан абақтыда, ал Жұлдыздың өмірінде Әбілқасым атты жігіт пайда болатын еді. Жұлдыз ерінің құлпыра түскен жүзіне қарады. Бұл қандай қуат? Деді Жұлдыз таңдана. Бұл саған деген, Алматыма деген махаббаттан туындаған шабыт. Бұл махаббат мейрамы. Екеудің арасындағы бұл диалогтағы жігіт кім? Қос ғашық қосыла ма? Әлде Еркебұланның туған ағасы емес екенін білместен басқамен бас қосқан Жұлдыз махаббат мейрамын бастан өткере ме? Мүлтіксіз сенім, кіршіксіз сезім әлеміне бойлағыңыз келсе, Ілияс Есенберлиннің «Махаббат мейрамы» романын оқуға шақырамыз қымбатты оқырман. Кітапханамыздың кітап қорында романның жайпақ баспалы қаріп түріндегі және аудио нұсқасы бар екендігін хабарлаймыз.